Пантанал алқаптары Парагвай өзенінен пайда болған 140 мыңнан 210 мың шаршы шақырымға дейінгі аумақты алып жатқан әлемдегі ең ірі сулы батпақты жерлердің бірі. Көл не теңіз сияқты тереңірек суларға жеткенде, өзен энергиясын жоғалтып, ағынмен келген көп заттар шөге бастайды. Бұл өзен шөгінділері деп аталады. Өзеннің төменгі ағысындағы осындай шөгінділердің өз ерекшеліктері бар. Өзен алқаптары өзен бұрылыстарының бүйірінде не тереңінде түзілетін эрозиядан пайда болады. Өзен арнасынан шығып тасыған кезде артында шөгінді жыныстар қалдырады. Уақыт өте келе олар өзен алқабының тегіс бетіне айналады. Өзен алқаптарын жиі су алып тұрады. Тасыған су қайтқан кезде артынан аллювий деп аталатын шөгінді зат қалдырады. Ол топырақты өте құнарлы етеді. Су тасқыны кезінде өзен ішіндегі ең ауыр заттар өзеннің екі жағасына жинақталады. Жылдар өте осы ірі шөгінділер өзен жағаларында алқап деңгейінен бірнеше метрге биік болатын табиғи бөгеттер немесе тоғандар қалыптастырады. Мұндай бөгеттер өзен жағаларын табиғи түрде бекітіп, су тасқындарына жол бермейді. Өзен сағасындағы шөгінділер арнаның төменгі жағында кішкентай аралдар құрайды. Олар өзен айрығы деп аталатын каналдармен бөлінеді. Бұл жинақталған жер бедері атырау деп аталады. Өзен сағасының теңізге құяр тұсында атырау тарам-тарам бөлініп, көп салаларға тармақталады. Бұл доға тәрізді атырауға жатады. Сондай-ақ өзендер атыраудан екі бағытта таралып жатқан толқындардың көмегімен шөгінділерді жаға бойында түзе алады. Теңізге қазық сияқты енген бұл атыраулар құлама атыраулар деп аталады. Теңізге өзеннің бірнеше тармағы құятын жерде шөгінді жыныстар жиынтығы қолдың саусақтары сияқты салаланады. Бұл атырау құс табаны деп аталады. Шөгінділердегі қалдықтар топырақты өте құнарлы етеді. Сондықтан Пантанал алқаптары мен Парагвай өзенінің атырау сияқты алқаптар мен атыраулардың жануарлар мен өсімдіктер әлемі аса бай келеді.